Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі 30 минуттың ішінде тез дайындалатын ПП трайфлдың рецептімен бөлісемін. Дайындалу өте оңай, дәмі керемет, әрі өте пайдалы десерт. Ендеше видеоны соңына дейін тамашалайық. Алдымен крем дайындап алайық. Ол үшін 400 мл сүтке, сүттің пайызы маңызды емес, 3 жұмыртқамызды қосамыз. Және де 10 грамм крахмал, картоп крахмалы немесе жүгері крахмалын қоссаңыз болады. 8 грамм қант алмастырғыш, менде осындай заменителі сахара, кез келген супермаркеттерден тапсаңыз болады. Және де 1 шай қасық ванильді қант қосамыз, дәмін әдемі қылу үшін. Енді осыны араластырып, орташа отта жақсылап креміміз қою болғанша, біздің венчиктің ізі қалғанда, біздің креміміз қоюланды деген сөз. Сол кезде оттың астын сөндіріп, бөлек ыдысқа салып қоямыз. Енді бөлек құрғақ ыдыста 70 грамм овсяные хлопья және де 30 грамм отруби, яғни кебекті араластыра отырып қуырып аламыз. Хлопья алдын ала езіп алсаңыз да болады, немесе осылай түйір күйінде де қуырсаңыз болады. Және де кебектің орнына овсяные хлопьяның 100 граммын алсаңыз да болады, егер сізде кебек болмаса. Осылай араластыра отырып қуырамыз, өте пайдалы, әрі дәмді десерт шығады бізде. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай кішкене қоңырланып қуырылады. Сол кезде үстіне 7 грамм қант алмастырғыш қосамыз, және де 1 грамм ванилин, содан кейін шамалы шым-шым тұз қосып, оттың астын сөндіреміз. Міне осылай біздің қуырылған сұлымызды және кремімізді бөлек ыдыстарға салып дайындап алдық. Біздің трайфл 4 қабаттан тұрады, сол үшін осылай көз мөлшерімен 4-ке бөлеміз. Сонда бір бөлігінде шамамен 3,5 ас қасықтай болады. Осылай бір бөлігін алғаннан кейін оған 2-3 ас қасық крем салып араластырып аламыз. Бұл біздің трайфлдың ең астыңғы бірінші қабаты үшін керек. Қалған қабаттарын бұлай креммен араластырмасаңыз да болады. Енді біз десертімізді осындай контейнерге жинаймыз. Егер сізде торт жинайтын кольцо болса, соның ең кішкентай диаметрімен 14-16 диаметрде торт секілді жинасаңыз да болады. Осылай бірінші қабатын жақсылап жайып шығамыз, және де оның үстіне шамамен 5-6 ас қасық крем құямыз. Кремімізді жақсылап жайып шығамыз. Енді осының үстіне тағыда екінші қабатына 3,5-4 қасықтай біздің сұлымыз бен кебегімізді, құрғақ ингредиенттерді осылай төсеп шығамыз. Жақсылап барлық жағына біркелкі етіп. Және де үстінен ақырындап астындағы кремін қозғап алмай, ақырындап осылай қасықпен басып-басып, нығыздап тегістеп шығамыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай ары қарай үстіне 5-6 ас қасық крем. Дәл солай біздің барлық ингредиенттеріміз біткенше жасаймыз. Ең соңғы бетіндегі қабаты бізде құрғақ болу керек. Яғни сұлы мен кебектен жасалған қоспаны ең үстіңгі қабат етіп төсейміз.
Міне біздің креміміздің ең соңғы бөлігін үстіне құйып шығамыз. Крем сұйық болып көрінуі мүмкін, бірақ біз десертімізді 1 сағаттай тоңазытқышқа қойғанда креміміз жақсы болып қатаяды. Ең соңына осылай құрғақ ингредиенттерді төсеп, жақсылап үстінен басып нығыздап, бетін жауып 1 сағаттай тоңазытқышқа қоямыз. Бір сағаттай тоңазытқышта біздің десертіміз тұрды, жақсы болып кремі барлығы қоюланып қатайды. Дәл осы күйінде ыдыстан қасықпен жесеңіз де болады, немесе бөлек тарелкаға аударып, солай да жесеңіз болады. Дәмі өте керемет, құрамы пайдалы, дайындалуы да өте оңай. Жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.